Қызылордадан алдыртқан қонақтарымыз бар. Осы Димаштың арнайы келіп тұрған қонақтарымыз қайда? Залда отыр ма екен? Керемет, қарсы алайықшы. Нұрмахановтар отбасысы Қызылорда облысынан келіп отыр. Күнде сізді қонақта үйде күтіп отырған бүлдіршіндеріміз осында екен. Қатырақ қошемет аямайықшы, құрметті достар. Қатырақ қошемет аямайықшы. Ең кішкене ғана бүлдіршініміз расында бүгін осылай өздерінің армандарына жетіп жатыр. Үйге қашан келеді деп мінекей Димаш ағаларында бүгін үйге келді деген олса. Қатырақ қошемет аямайық. Нұрмахановтар отбасы. Мен ойымша сенбей тұрған сияқты. Жаным. Я апымның мен кездескенше де музыкаға деген предпочтение салысып кеткен сияқты ғой. Жаным. Кел ала. Кел. Кел. Димаш мен балаларымның көмерсіз барша осы бүгінгі кешке келіп отқан көрермендермен бірге бізде қуаныштымыз. Біріншіден Жанбек мырза, сізге алғыс білдіремін. Біздің видеомызды көріп, Димашқа жіберіп, шақырғаныңыз үшін сізге шексіз алғыс. Және Димаш, сізге көптен көп рахмет осындай кездесуге мүмкіндік бергеніңіз үшін. Оғашыл, сізге рахмет. Сіздің әлемге әйгілі болмай тұрып тыңдайтын тыңдармандарыңыздың бірімін. Және осы менің жүрегімнің түкпіріндегі сіздің әндеріңізге деген махаббатымның осы музыка адамзатқа ортақ тіл дейміз ғой. Сол жас таламай осы менің балаларыма берілгеніне өте қуанамын. Және сіздің ғана әндеріңізді тыңдап, ұйықтап, сіздің әндеріңізді талқылап, кәдімгідей әсіресе The Story of One Sky деген әніңіздің клипін көріп, балаларым кәдімгідей талқылап, әлемде бейбітшілік болса екен деп, күнде солай айтып жатамыз. Адамдар бір-бірін жақсы көру керек деген нәрсені насихаттаймын барлық адамдарға, балаларыма да. Және осы бір айта кететін нәрсем, осы Керей баламның аты Керей, аяғым ауыр кезде сізді түсімде жиі көретінмін. Және ол нәрсені мен балам болашақта сіз сияқты қазақтың атын әлемге танытатын ұлы тұлға болса екен деп тілеп, өзім іштей солай тілеймін. Күйеуіңізге айтқан жоқсыз ба? Айттым, біледі. Және осы жерде, осы кездесуге мені қолдап, сіздермен кездесуге қолдап, бар тілегін жаудырып, сәлем айтып жатқан менің отбасым және жолдасым бар. Сәлем айтып жатыр. Және осы бір кездесудің тағы бір себебі деп мүмкін сол шығар, сіздің ұстазыңыз Айтимов Марат ағаймен біз бір топырақта аунап туып өскен жандармыз, бір мектепте оқығанбыз. Және сол кісімен кәдімгі жақын құда болып келеді бізге. Әрдайым сіздің туған күніңізде тілек айтып, балаларым видео жіберіп, сол Марат ағайға сізге жіберткізген болатынбыз. Сол енді менің бір арманым бар, енді болашақта өзім ақынмын, өлең жазамын. Болашақта сіздің әндеріңізге сөз жазсам деген арманым бар. Және бүгінгі кешке арнау жаздым. Оны